бола ма? О дедім де хаттамаға кірісіп кеттім. Бір ас қасық тұзымызды және қайнаған 2 бокал жылы суымызды құямыз, кішкене қаймағымызды қосып жақсылап араластырып, ұнымызды 2 бөлек қоса отырып, жұмсақ қамыр елеп, тұндырып қойып қоямыз. Оған шейін кәдімгі пиязымызды, көк пиязды араластырып, осындай салма дайындап қоямыз. Тұзымызды қосамыз. Сонымен қамыр демалып болғаннан соң 3 суалаға бөліп аламыз да, осылай қамырымызды жайып шығамыз. Үстіне маргарин болсын, пампушка болсын, майымызды жағамыз да 3 суаладан 16 штук хаттама шығардым. Хаттама жұқада қалыңдай етпей, осында арасында средний болу керек. Сосын салмамызды барлығын салып, үсті-үстіне осы қамырымызды жаймыз да, кәдімгі бешбармақтың қамыры секілді кесіп аламыз. Сосын морозильникке бір 30 минутқа қойып қоясыздар. Осындай қалың қылып бөлсеңіздер де болады. Ортасын тағы да бір рет кесіп, қаншама 16 штук хаттама шығаруға болады. Сосын алып, осылай жайып, жұқалап, тапаға қызып тұрған майымызға 2 беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Бұл хаттаманы морозильникте бірнеше уақытқа дейін ұстап, кез келген